Кеше бір журналисттер жаңа ғана Бақытжан деген депутаттардан сұрап жатыр, мына жапа шеккен ауданның адамдарына әрқайсысына 22 миллионнан береміз деп, соны аз ба көп па деп. Енді сонда таңғалғанымыз, соның астындағы комментарийдағы өзіміздің қазақтар ғой. Жаңағы 22 миллионды көре алмай, оларға ты чё 22 миллионға деген Астанадан үй алуға болады, ана жерден мына жерден 5 миллионға да үй салып алуға болады деген сияқты әңгімелер айтып жатыр. Қазақтар естерін жисаңдаршы, берсе ол басқа біреуге беріп жатқан жоқ қой, өзіміздің қазаққа. Енді оларға да оңай емес қой, олар қаншама үйінен айырылды. Мынандай сен салқын күннің көктемінде деген суық судың ішінде жүр, денсаулығынан айырылды, көлігінен айырылды, малдарынан айырылды. Соны неғып түсінбейсіңдер? Біреудің, зачем оның жаңа жапа шеккен адамдардың дүниесін санайсыңдар ма? Анау молда солардың садақаларын санасаңдаршы, көре алмаушылық деген болмайды ғой бұл жерде деген.